Надеюсь, мен көріп тұрмын. Мен бүгін брифингке барайын деп жатырмын. Мен вообще бүгін таңертең ерте тұрам, жаттығу жасаймын, теңіз алаңына шығамын дегенде таңертең 5-те будильник тарс еткен соң, 4-те будильник тарс еткен соң, потому что кешке кеш жаттым да. Я бүгін бұйырса неге барам, брифингке барам. Оның қазір докладын 2 тілде дайындауым керек, басым жуым керек. Киімдерімді кеше өтік деп дайындап қойдым, наконец-то. В общем, таксимен барайын деп тұрмын. Бүгін күн қызық болайын деп тұр. Короче, осылай. Қазір мен боянуым керек, еще доклад жазуым керек. Планшетім қайда? Планшетімді алып. Еще боянуым керек. Боянғанда бетіме тоналка жағып өтпейді шығармын. Тек қасымды көтеріп. Өтіріпті. Бір 20 минутта өтіп боянатын бар, соны бояна салам. Все, осындай планшет алдым. Осы планшетте докладты тез жасаймын. Точнее, менің докладым дайын. Просто бір-екі сөзін дұрыстау керек. Так, это, во-первых, қазір сағат неше болды? Қазір сағат 9:19 кетті. Так, все, мен кеттім. Бүгін Максовский қоғамдық коммуникация орталығында брифинг болады. Сол. Бүгін қоғамдық коммуникация орталығында мен брифинг беремін. Қазір осы кісілердің қасында тұратын едім, енді осы кісілердің алдында тұратын болдым. Күл жібермеу керек. Аружан өзің ұста. Мен бастығым сияқты істеп отырамын. Планшеттен қарап, деп ойыншы отырсың. Спасибо, бүгін мен брифингке қатыстым. Күшті өтті. Қазір ақпаратын қыздармен бірге жазып тастаймыз. Так, содан кейін ішке баруым керек. Креативте бір съемкам бар, соны түсіруім керек. Сосын сол тикток түсіріп, істеп. Мынау деген соттың зданиясы. Осы жерде қыздар текст жазады, ақпарат жазады, шығарады. Облыс бойынша ақпарат жазады. Қарап, өзіме тамсанып, тамақ ішкім келіп отырған жайым бар. Достар, ютуб бастадым, короче. Біз деген осындай асханаға келдік, да? Ой, Самбірск, қалайсың, не қыласың? Аманшылық. Сол осындай біздің алдық. Жаңа 9-да тұрдым. Бүгін бірі мен үйдемін. Блогерді қарап жатырмын. Бізде Маңғыстауда көршілер қоныс той жасап жатыр. Мынандай таунхаустар. Адамдар күшті пісіріп жатыр, короче. Бізде Маңғыстауда в основном ер адамдар жүреді қазан басында. Қара, сықит балау пісіріп жатыр. Неққа балаларға арнайы не алып берген. В общем, бай кісілер сияқты. Надай туысқандары бар. Қоныс той, это просто қоныс той. Сол, мен шайымды ішіп, қазір шықсам ба деп отырмын, білмеймін, бірақ тең жазына барып кішкене бойымды жазып. Завтрак сегодня богатырский. Бір-екі шаруаларым бар негізі. Ағылшынды оқып тастауым керек. Сосын просто қадырып келуім керек. Тамағым жаза алмай жатырмын. Кеше салқын болды, мен бір костюммен жүріп тоңып қалдым. Сол бізде почему-то Ақтауда майда обычно, сәуірде обычно жылы болады, ыстық болады даже. Что-то осы сәуір салқын болды. Енді майда жылып бастайды бұйырса қалса. 7-сі неге барамыз біз? Басқармадағылармен. В общем, походқа. Мен 6.000-да әлі берген жоқ. Ақшам таусылып жатыр. Ақша 10-нан кете түсейін деп тұр да менің. Оған дейін ертеңге 6.000 тауып қойым керек. Сол. Өйстіп, YouTube қарап жатам енді. Девчоночка смуглянка, небо хоть разок, всего лишь на чуток, мою весну на хуторок. Хатуйс планшетте алып алып, короче, утюжок мына жақта мен типа боянып отырмын.
кофейняма бірге барып келейін ба деп едім ғой. Сол шашымды бүйтіп істеп жатырмын. 3-4 күн жумаймын. Ой, айтам. Жуам ғой просто. Шашым кішкене бүйралағым келіп тұрған жоқ, өйстіп істегім келді. Сол бір билеп алдым. Енді кірісейін шашымды істеуге. От тебя лечу, куда не знаю сам. И на бара-бара позабуду я тебя. Все, что было между нами навсегда. Бора, бора, делам торо, торо немихад. Диге, диге, немихам бебинамет. Бора, бора, делам жай. Менің қосақанам анананын сонының номының ногиді. Дандыран ыстық. Аяқтарында бөлі. Ыстық аяғында бөлі. Не хабар, не істедіңдер? Мен влог түсіріп жатырмын, влогқа кіресіңдер. Ютубқа салам. Ютуб? Иә. Ютуб каналын ақыры әлі білген жоқпыз. Сосын кейін салам дедіңіз. Кейін салам, иә. Қалайсыңдар, достар? Қашан кетесіңдер ауылға? А? Кішкенен кейін. Да? Иә. Балдар ауылға кетейін деп жатыр. Қойшы, мен шықтым. Так. Түк план жоқ, кездесетін адам да жоқ. Просто теңізге барып кетейінші дедім да. Зачем маған бару керек деп. Көйлек ашылатын еді, рубашкамды қаралай ашылады. Шашым қопырап жатыр, но настроение түсірмейміз. Планшетпен бірден істеп. Бір жерге барып күшті болып қайтамын. Көңіл күйіміз түсірмейміз, надеюсь, автобустар жүреді. Себебі Аружанның қалтасында 978 теңге ғана бар. Больше ештеңе жоқ. Бұйырғаны. Қазір 6 футтан Активиямен бірдеңе алсалады жейтін. Соған қанағат етеді. Теңіз жағасына барып, әңгімесін айтып, сөйтіп кетеді. Онда бірдеңе істеп жатыр. Егерде аман есен өтіп кетуге бола ма екен? Аман есен өтіп кетуге болады шығар, иә. Жасыма жетпей өліп кетпейінші. Сол. Еш өліп кетпеймін. Так, мынау бүгін 1 мамыр. Қазақстан халқының бірлігі күні. И, короче, бізде негізі. Так, мен қағабай қайда баратын тең жағалауына баратына. Біздің тең жағалауына бағыңызда төмен былай жүруім кетті. Я, не тұрмын? Короче, былай, Қазақстан халқының бірлігі күні ғой. И, короче, бүгін, короче, андай күн ғой. Ақтауда обычно ыстық, да? Ертең майдың ортасы, все. Далада жүру осындай уақытта невозможно. Қатты салқын болады, да? Ыстық болады, да, то есть. И қазір андай күндерді мен бір рубашкамен, да? Мен сәл-пәл тоңып келатым. Өткен жел салқындау, да? Сондай погода болып тұр. Бірақ күн шығып тұр. Бәрі нормально, мен андай қатты тоңып отқан жоқ. Ну, андай, короче, прохладная погода дейді ғой. Сондай. Қолым тақпады, жұртта қалай істейді екен, мама. Адамдардың бәрі. Куртка, безрукавка, пальто киген. Білмеймін, маған салқын емес сияқты күн. Күшті болып тұрған сияқты. Күн шығып, адамдардың бәрі пальто, толстовка киген. Мен бір рубашка кигенге что-то не дома деп ойлап тұрмын. Өзім уверенсің деп қалып бердім. Қараңдар, вид шикарный ол. Аттракциондар жұмыс жасап тұр. Мен тең жағалауына өзім бургерім жеп, әрамды ішіп, өмір туралы ойланып өйтемін. Короче, мен жаңа ысытып алған бургерім, менің айраным,
Айс фирмасы, потому что менің ағам Айста жұмыс жасайды. Сондықтан ретті келсе Айстың заттарын алуға тырысамын. Ой, қалып қалды ғой. Все, ас болсын. Сен көруге тағы да бүгін асыр, қуанту үшін әдейі жасыр, керемін құшақ гүлімді асынып. Күнім сенде, қуанып шықшы алдымнан көбімде, бейнеңде тұрсын бақыттың төрінде, самғаймыз бүгін махаббат көгінде. Қара түнде ай болып төккен жарығым, кеудемнен ескен балыным, өзіңді қатты сағындым. Кел әндерімнің ішіндегі сен кейіпкері, сені сүйіп талғамым биіктеді, жансың маған ақ періште кейіптегі. Басқа жанға уақытымды шабыт босқа қиып келдім, ал сен келіп махаббатты. Қасымда біреу болса ғой, отырып, әңгіме айтып, жылы киім керек, қоны отырып. Шай берсе, отырып, әңгіме айтып, қанан айтып отырсақ, үйде. Сол. Oh my goodness, has not been selected. Has not been selected. Fuck. Достар, қалайсыңдар? Мен влогты осындай күшті, керемет жерде монтаждап, бұйырса аяқтайын деп отырмын. Қазір аяқтайтын зат жазып жіберемін, бірақ мынаны қолмен ұстап видео көрсеткім келіп тұр. Бәлдірлер кілем сияқты келіп тұр. Сукам, салқын Каспий теңізі. Кайф. Қасында мына қыз. Сотын түсіріп алма қыз ау? Сол. Вах. Кәм су салқын әлі. Сол, бүгін нешесі? 4 мамыр бүгін. 4 мамыр. Су салқын. Сол, бұйырса жаз. Теңізге шомыламыз. Да? Всем пока. Менің бірінші влогым бұл. Тіркеліп қойыңыздар. Видеоны, влогты осы жерде аяқтаймын. Осы апта сонымен аяқталды. Всем пока. Снаружи она холодна, как лед, но у нее мягкое сердце. Она, наверное, через многое прошла в своей жизни.